Бұл аптаның алтауызы хабарының 2023 жылғы шығарылымынан үзінді. Сол жылы да газ тапшылығы орын алған болатын. Туындаған мәселеге байланысты облыс әкімі арнайы жиын жасап, мәселені шешуді тапсырған еді. Ағымдағы жылы да сұйытылған газдың тапшылығы тағы орын алып отыр. Газ құю бекеттерінде ұзын сонар кезекте автокөлік иелері кемі 2 ай тұрды. Ол аз болғандай 2000 теңгеден артық суммаға құймай қойды. Айта кетейік, осындай газ құю бекеттерінен қомақты қаржы табатын кәсіпкерлердің өз қаражаттарына сатып алған коммерциялық газ емес бұл. Мемлекеттің тарапынан әрбір өңірдің ай сайынғы тұтынуына қарай бөлінетін әлеуметтік газ. Вот мемлекет беріп отыр, түгел жетеді. Біз тек осы мұқтаж, нағыз, қажетті кісілерге сататын болса. Бұл неге жетпей отыр? Өндіріске сатып атсыңдар, мекемелерге сатып атсыздар. Мекемелер, ол білеміз, қай мекемелер аватқан? Жол істеп атқандар аватырнарда, құрылыста жүргендер, олар тагидан нормально пайда көріп отыр. Алсын коммерциялық, болмаса дистоплив алсын. Жүреді көлігі сомен, болмаса бензин алсын. Бүгіннен бастап бұлай. 2000 теңге дегенді аласыңдар қазір менен шығысымен. Бұларда мен жақтырып тұрған жоқ, түсініп тұрмын қазір. Қарапайым халық жақтырса болды. Өйткені мен солардың жағындамын. Қазір барасыздар, ограничениені аласыздар. Толық халқымызды көгілдір отынмен қамтамасыз етесіздер. Басқа өңірлерден алып келіңіздер. Мәселені бүгін шешіңіздер. Ары қарай бұндай проблема ешқашан қайталанбау керек.